Алло, сәлеметсіз бе? Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық кітапханасы. Еліміздің мәдениетіне, ағартушылық, парасаттылық жолына қосып жатқан үлестеріміз бізді жаңа белестерге шабыттандырады. Пандемия уақытында кітап такси жобасы әсіресе мүмкіндігі шектеулі, үйден сыртқа шыға алмайтын оқырмандарға арналған. Біз Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық кітапханадан сұраған кітаптарымыз. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Біз сұраған кітаптарыңызды алып келдік. Рахмет, өзім бара алмаймын. Ковид қазір 65 жастан мен шықпа деген шыға алмаймын. Кітап оқуым келеді, бұрын оқып үйренбейді. Мен заказ беріп едім, Анна Каренина. Жақсы, рахмет балалар жұмыстарына. Ой, рахмет, мынау да. Ол рахмет, үлкендерің өссін. Ой, көп рахмет. Жастарыңыз ақ болсын, далаға шығармай жүреді. Кітап әкеп бергендеріңе көп рахмет. Аяғымыз ауырады. Сәлеметсіңдер ме балалар? Балаларға арналған әңгімелер.